Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге 2022 жылдың ақпан айына арналған весы белгісіндегілерге гороскоп айтып берейін. Жалпы 1 февральда Солнце лунамен кездеседі, бұл 5-ші домға келіп тұр. 1 ақпан күні ай туады, жаңа ай туады. Одан кейін 5-ші дом деген сөз. Праздник, көңіл көтеру, киноға бару, выставкаға бару және махаббатты білдіреді. Романтикалық қарым-қатынасқа өте қолайлы ай. Балалы болуларыңыз мүмкін, бала көтерулеріңіз мүмкін, жалпы балаға қатысты жақсы жаңалықты еститін боласыздар. Егер балаларыңыз үлкен болса, сізді қуантуы мүмкін. Өзіңіз жаңадан хобби бастайсыз, немесе жаңадан жұмыс бастайсыз. Өзіңізге жаңа идея келеді. Бизнесіңізге жаңа идея ойлап табасыздар. Ал 2 февраль күні айдың ең керемет күндерінің бірі. Ғажайыпқа толы күн деп айтсақ, артық айтпайтын болармыз. Себебі 02-02-2022 барлығын қосқанда 10 деген санды білдіреді. Бірге 0-ды қосқанда 1 деген бір саным шығады. 1 деген сан өте жақсы сан, барлық санның бастамасы. Мен өзіме арқа сүйеп, барлығын жасай аламын деген мағынаны білдіреді. Жалпы 2 февраль күні кешкі сағат 5-тен кейін Астана уақыты бойынша армандарыңызды жазуға, айтуға, техника, визуализация жасауға керемет кезең, жақсы күн. Жалпы 4 февраль күні Меркурий дұрыс бағытта айналады. Бұл сіздерге 4-ші домға түсіп тұр, весы белгісіндегі адамдарға. 4-ші дом тұратын тұрғылықты жеріңізді білдіреді. Ремонт аяқталуы мүмкін, басқа үйге көшулеріңіз мүмкін, үйіңізге жиһаз алуларыңыз мүмкін. Басқа квартираға, егер квартирада тұратын болсаңыз, басқа квартираға көшкілеріңіз келеді. Бірге тұратын жақын адамдарыңызда жаңалықтар болады. Үй алуға документ тапсыруыңыз мүмкін. Осы күні, жалпы 4 февраль күні Солнце мен Сатурн біргеді. Ол сіздерге 5-ші домға келіп тұр. Бизнесті заңдастыру үшін документ өткізесіздер. Бизнесіңізге мебель сатып аласыздар. Клиенттеріңіз өте көп болады. Егер бір адаммен бас қосуды ойласаңыздар, сіздердің союздарыңыз, некелеріңіз өте ұзақ болады. Себебі Сатурн ол ұзақ дегенді білдіреді. Өте ұзақ, стабильный деген мағынаны білдіреді. Жалпы балалы болу, бала босану сияқты жаңалықтар көп болады. Ал 15 февральда Меркурий 5-ші домға келіп тұр. Бұл тағы да жақын адамдарыңызға, балаға қатысты жаңалықтар болады деген сөз. Сосын сіздерде танысу, кездесулер көп болады. Ал 16 февраль күні ай толады, полнолуние болады. Бұл сіздерге 11-ші домға келіп тұр. Қоғамдағы, айналадағы адамдарды бейнелейді. Егер досыңызға, кейбір достарыңызға ренжіп араласпай қоюларыңыз да мүмкін. Егер интернет, инстаграмда сізге біреулер жаман комментарий жазса, сіздер оны блокқа салып тастайсыздар. 16 февраль күні. Командамен жұмыс жасап, соның нәтижесін көруге жақсы кезең. Ал 19 февральда
бұл сіздерге 6-шы домға келіп тұр екен. Жұмыс, заказ, клиенттер көп болады. Бизнесіңізді үлкейту үшін көптеген адамдармен бірігіп жұмыс жасайсыздар. Бизнесіңізді үлкейтесіздер. Жұмыс ауыстыру да ғажап емес, басқа жұмысқа ауысуыңыз мүмкін. Одан кейін айтарым, кеңесім, көп тәттіні, алкогольді көбірек тұтынбаңыздар. Ауырып қаласыздар, денсаулықтарыңызға өте қатты зиян тигізеді. 14 февраль күні Венера мен Марс біргеді. Ол Венера деген сөз, Венера әйел адамның энергиясы, Марс ер адамның энергиясы. 14 февраль күні жалғыз болмайсыздар. Жалпы қарым-қатынаста, бизнесте гармония болады. Жалпы весы белгісіндегі адамдар сіздерге өте жақсы ай келіп тұр. Барлығы жағынан жақсы ай келіп тұр. Егер бойдақ болып жатырсаңыздар, екінші жартыңызды табасыздар. Машина, үй сатып алуға да жақсы кезең. Жұмыстарыңыз көп болғандықтан ақшаларыңыз да көп болады. Жұмыста дәрежелеріңіз өсуі мүмкін. Кейбір жұмыстың аяқталып, кейбір жұмыс немесе кейбір проект сіздерді аяқтайсыздар. Немесе оқып жүрген курстарыңыз аяқталады. Весы белгісіндегі адамдар сіздерге махаббат келіп тұр, жұмыс келіп тұр, клиенттер келіп тұр, үй келіп тұр, машина, бала келіп тұр. Өте жақсы ай. Сол себептен барлық жағынан максималды түрде қолданып қалыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.